Pfizer вакцинасы жайлы қандай фейк ақпарат тарады? Депутат Бауыржан Қаниев инфляция және азық-түлік бағасының өсімі жайлы рас айтты ма? Және осы аптада жарияланған басқа да материалдарға бірге шолу жасайық. Pfizer вакцинасы Қазақстанға келгелі желіде түрлі фейктер тарап жүр. Дәл осындай сарында WhatsApp чаттарда Pfizer вакцинасының капля түрін мектеп асханаларында тамаққа қосып беріп жатыр деген аудио тарады. Кезекті хабарламаны талдап көрейік. Каплямен салып жатыр. Мына компот, аузы ашық нәрселер. Сосын столовыйда бәрінде тамақ бесплатно беріледі. Сосын банағы жейтін банағы бәрі бар ғой жейтін столовыйда. Соның бәрінде бүкіл капля бар. Фарез деген нәрсе бар. Фарез деген бана вакцинаның капля түрі. Pfizer вакцинасының балаларға қауіпсіз екені туралы зерттеулерде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымынан бастап түрлі халықаралық ұйымдар жазды. Әлі күнге дейін зерттеулер шығып жатыр. Соның өзінде әлеуметтік желіде фейк ақпарат толастар емес. Бұдан бөлек хабарламада назар аударуға тұрарлық бірнеше жағдай бар. Біріншіден, менің подружкам айтты деген тіркес арқылы сенімсіз әрі аты жөні белгісіз адамды пайдаланғаннан-ақ ақпараттың фейк екенін білуге болады. Екіншіден, Pfizer вакцинасының атын да дұрыс айтпайды, фарез деп мысалға келтіреді. Үшіншіден, тыңдаңыздар, дұрыстап тұрып деген тіркестерді қолданады. Әдетте бұндай тіркесті фейк немесе манипуляциялық ақпараттарда көп қолданады. 18 қарашада Сенат депутаты Бауыржан Қаниев сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтановқа сауал жолдады. Ол сауалында инфляцияға қатысты бірнеше дерек келтірді. Фактчек KZ депутат мәлімдемесі қаншалықты рас екенін тексеріп көрді. Ағымдағы жылдың 9 айының қорытындысы бойынша Қазақстанда инфляция өсімі 8,9% құрады. Инфляцияның өсуіне негізінен азық-түлік инфляциясы зор әсерін тигізіп отыр. Қазіргі таңда азық-түлік инфляциясы 11,5%-ға дейін жетті. Мысалы, көкөністер 23%-ға, ет 10%, және өсімдік май 60%-ға бағасы өскен. Расымен ұлттық банк дерегінше биылғы жылдың алғашқы 9 айында Қазақстанда инфляция өсімі 8,9% құрады. Ұлттық банк инфляцияның негізгі үлесі азық-түлік бағасы екенінде жазған. Өсу қарқыны тамыздағы 11,4%-тен қыркүйекте 11,5%-ке дейін артқан. Көкөністердің арасынан картоп бағасы былтыр қазаннан бастап 30,2%-ке, ал желтоқсаннан бастап есептегенде 23,2%-ке өскен. Ал сәбіз былтыр қазаннан бері 43,2%-ке, желтоқсаннан бастап бағасы 42,1%-ке артқан. Бұдан бөлек өсімдік майы 56,2%-ке қымбаттаған. Ал статистика бюросының қыркүйекте жариялаған дерегін қарасақ, өсімдік майы депутат келтірген көрсеткіштен де көп, яғни 65,6%. Ал ет бағасы депутат айтқан дерекпен сәйкес келеді, яғни расымен 10,3%-ке қымбаттаған. 17 қарашада өткен мәжілістің пленарлы отырысында депутат Елнұр Бейсенбаев жастар арасындағы жұмыссыздық мәселесін көтеріп сауал жолдады. Депутаттың айтуынша жоғарғы оқу орнын бітіргеннен кейін 35% студент мамандық бойынша жұмыс істемейді, ал 40% студент оқу бітірген соң жұмыс таба алмайды. Фактчек KZ депутаттың қаншалықты шын сөйлегенін анықтап көрді. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының зерттеулерінің қорытындысы бойынша жоғарғы оқу орындарының түлектерінің 35%-ы мамандығы бойынша жұмыс істемесе, олардың 40%-і оқуды бітірген жылы жұмыс таба алмайды. Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі Атамекен палатасымен бірге 2018 жылы білім беру бағдарламасын бағалау мақсатында жоғарғы оқу орнын бітірген түлектер арасында зерттеу жүргізді. Зерттеудің нәтижесіне сәйкес расымен де 35% бітіруші түлек мамандық бойынша жұмыс істемесе, 40%-і оқу бітірген соң жұмыс таба алмаған. Алайда бұл бітіруші түлектер арасындағы нақты деректі көрсете алмайды, тек белгілі бір контекстте ғана көре аламыз. Қазақстанда бітіруші түлектер арасында жұмысқа орналасу мен жұмыссыз жүруіне байланысты нақты статистика болмағандықтан, біз бұл мәлімдемеге дәлелденбеген деген үкім қоямыз. Назарларыңызға рахмет. Фактчек KZ сайтының желідегі парақшаларына тіркелуді ұмытпаңыздар. Шындыққа әркімнің ақ бар таласы.